Так, бүгін мынандай нәрсе көрсеткім келіп тұр. Бізде принтер A4 форматта, бізге A3 форматтағы суретті шығару керек. Мысалы, бір A4, міне екеуі біріксе, бір A3 форматы болады, осылай. Оны қалай шығарамыз? Суретіміз тұр. Ctrl-P басамыз, печаттың настройкасына жібереді. Так, свойство принтера кіреміз. Мына жерде мен қазір простая бумагаға шығарайын деп жатырмын. Егер сіздер глянцевый бумага болса, мына жерден таңдайсыздар. Глянцевый фотобумага, өзіңізге қажетті настройкасын таңдайсыздар. Мен қазір простой қағазға примерно шығарып көрсетемін. Так, цветнойда тұр. Цветной болып шыға берсін осылай. Енді мына жерде многостраница деген жер бар. Осы жерге қараңыздар, мынау қазір бүтін болып тұр ғой. Мына жерде мен плакат 2/1-ді таңдаймын. Сол кезде мынау ортасынан 2 бөлінді. Яғни мына сурет бізде былай 2 бөлік болып шығады. Мына жағы бір А4, мына жағы бір А4 болып шығады. Так, окейді басамыз. Мына жерде мынау менде 11-ші слайд. 11-ші слайд. Печатқа жібереміз. Мына қағазымыз печаттан шықты. Жерге қойып көрсетейін. Мына бір А4, мынау екінші А4. Мына жерде мынаны қиып тастаймыз, ақ шетін, мынаған біріктіреміз. Осылай біріктіреміз. Сол кезде біздің A3 форматтағы суретіміз шығады.